Саламатсыздар балалар, математика пәні 141 сабақ. Бұл сабағымыздың тақырыбы қағаз ақша. Бұл сабақта 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды жатасың және түрліше төлем жасайсың. Саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңге, ал балаларға арналған билет 500 теңге тұрады. Әрбір билеттің бағасы әртүрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинауға болады? 800 теңгені 500 теңге, 200 теңге және 100 теңге қылып, бұл бірінші нұсқасы. Екінші нұсқасы 200 теңге, 200 теңге, 200 теңге, 200 теңге. Яғни 800 теңгені шығару үшін 200 теңгеден төртеу. 800 теңгені шығару үшін 500 теңге, 100 теңге, 100 теңге, 100 теңге, 100 теңгеден үшеу. Ал енді 500 теңгені шығару үшін 200 теңге, 200 теңге және 100 теңге. 200 теңге, 200 теңге және 300 теңге. 5 теңге болады. Сосын үшінші нұсқамыз 100 теңгеден 5 рет. 500 теңгелік, яғни 500 болады, балалар. Мұздықты зерттеушілер дүкеннен жолға 500 теңгеден 2 қалбыр бұқтырылған ет және 250 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алды. Олар сатушыға 5000 теңге берді. Сатушы оларға қанша теңге қайтарды? Яғни бұқтырылған ет 500 теңгеден 2 қалбыр. Балық 250 теңгеден 4 қалбыр берді, 5000 теңге. Қайтарды неше теңге? 500 теңгеден 2 қалбырымыз 1000 теңге болады, бұл бұқтырылған ет. 250 теңгеден 4 қалбыр 1000 теңге болады, бұл балық. Енді бұл жерде 1000-ға 1000 қосамыз 2000, жалпы заттың құны, және 5000-нан 2000-ды азайтамыз 3000 теңге. Сатушы 3000 теңге қайтарады. Жас альпинист дүкеннен спорттық арқаның 1 метрін 250 теңгеден сатып алды. Онда 3 метр арқан қанша тұрады? 4 метр арқан ше. Егер 1 метр арқан 250 теңге болса, 3 метр арқан неше болады? 250-ке көбейтеміз 750. Яғни бұл 3 метр арқанның бағасы 254-ке көбейтеміз 1000 метр. Яғни бұл 4 метр арқанның бағасы. Жауабы 3 метр арқанды 750 теңгеге, 4 метр арқанды 1000 теңгеге сатып алуға болады екен, балалар. Келесі. Кесте бойынша есептер құрастыруларды шығар. Жасыл таска 3 дана, құны белгісіз. Қара каска 2 дана, құны 6000 теңге. Енді 6000-ды 2-ке бөлеміз, 3000 теңге. Ал 3000 теңгені 3-ке көбейтеміз 9000 теңге. Бұл жасыл касканың құны. Яғни 3 жасыл каскаға 9000 теңге төленді. Қара көзілдір 5000 теңгеден 10 000 теңгеге сатып алынды. Көк көзілдір 3000 теңгеден, құны белгісіз. Яғни 10.000-ды 5-ке бөлеміз 2 дана, 3000-ды 2-ке көбейтеміз 6000 теңге. Яғни 2 көзілдірге 6000 теңге төленді. Теңдеулерді шешіп, әр суретте қандай мұздық бейнеленгенін анықта дейді. Қараңыз. Корнежевский мұздығы, тұйық су мұздығы, жаңғырық мұздығы және Абай мұздықтары. Y тең 4 тең, Y бөлінген 4 тең 318 бөлінген 3. Y бөлінген 4 тең 106, Y тең 106 көбейтілген 4. Y тең 424. Бұл жаңғырық мұздығы. Белгісіз санды тапты, орнына қойып тексереміз. Y бөлінген 2 тең 750 бөлінген 6, Y бөлінген 2 тең 125. X тең 125 бөлінген 2, X тең 250. Корнежевский мұздығы. Белгісіз санды тапты, орнына қойып тексереміз. Y қосылған 565 тең 207 көбейтілген 4, Y қосылған 656 тең 828. Y тең 828 азайтылған 565. Y тең 263. Бұл тұйық су мұздығы.
Эгерге азайтылган 120 тең 203 көбүйтүлгөн 3. Эгерге азайтылган 120 тең 69. 1 тең 69 косулган 120. Эгерге тең 729. Бул бизде абай муздагы. Амалдардын орундалуу иретин аныкташ және эсепте. 876 бөлүнгөн 2 азайтылган 672 бөлүнгөн 4 косулган шашылганның азайтылган 705 жакшырылган тең 567. Жакшыртылган 315 көбүйтүлгөн 3 азайтылган 179 көбүйтүлгөн 4 жакшыртылган азайтылган 65 косулган 768 тең 932. Бузтаудун суу бетиндеги бөлүгүнүн бийиктиги 15 метр, ал суу астындагы бөлүгүнүн тереңдиги одан 6 эсе артык. Муздтаудун жалпы узундугу нече метр? Суу бетинде 15 метр, суу астында белгисиз, бирок 6 эсе артык. Эмнеше 6 эсе артык десе, 15ке 6-ны көбүйтөбүз, 90 метр. Эми 15ке 90-ды койсок 105, яғни муздтаудун узундугу, жалпы узундугу 105 метр. Кері есеп курастырып көрейик. Суу бетиндеги муздук белгисиз, бирок 6 эсе кем, суу астындагы белгисиз 90 метр. Яғни бул жерде 90-ды 6-га бөлөбүз, 15 метр суу бетиндеги бөлүгү табылды. Ал эми 90-га эмес кылсак 105, жалпы узундугу муздтаудун жалпы узундугу 105 метр. 5 көбүйтүлгөн 121 тең 605. 5 көбүйтүлгөн 120 косулган 5 тең 605. 7 көбүйтүлгөн 102 тең 714, 7 көбүйтүлгөн 101 косулган 7 тең 714. 4 көбүйтүлгөн 109 тең 436, 4 көбүйтүлгөн 110 азайтылган 4 тең 436. 6 көбүйтүлгөн 119 тең 714, 6 көбүйтүлгөн 120 азайтылган 6 тең 414. Фигуралардын кайрылууларынын узундугун өлчөөгүлөрдүн аудандарын тап. Яғни ABCD тиктөр бурушунун узундугу 4 см, ени 2 см. Аудан табуу үчүн узундугу менен ени көбүйтөбүз. 4 2-ні көбүйтсек 8 см квадрат. КЛМны төрт бурушунун шаршысынын аудан табуу керек. Яғни бул жерде шаршынын аудан табуу үчүн биз не істеймиз? Кабыргасын көбүйтөбүз. 3-кө көбүйтсек 9 см квадрат. 5 монетанын бирөө жалган, ал башкасынан жеңил. 2 рет өлчөп жалган монетаны калай табууга болот? Алдымен 4 монетаны 2-ге бөлөбүз. Сонан кийин шыккан 2 бөлүктү өлчөйбүз. Эгер 2 бөлүк тең болсо, яғни 2 тең 2 кылганда калып койгон монета 5-чи монета жалган болот. Ал 2 бөлүктүн бирөө жеңил болсо, онда жалган монета сонда. Осы бөлүктөгү 2 монетаны өлчөп, жалган монетаны тауып аламыз. Таразыга 2 рет өлчөө аркылуу жалган монетаны тауып алууга болот экен. Ал балдар, осу сабагыбыз аякталды. Алдагы сабактарыбызды жиберип алмаш үчүн каналыбызга тиркелип, лайк басууну унутпаңдар.